Текебаева Мақпал Серікқызы Ақшығанақ ауылдық кітапханасында кітапханашы мамандығы бойынша жұмыс жасаймын. Еңбек өтілімім 3 жыл. Мынау балалар кітабы тұратын жер. Бұл жерге кішкентай оқырмандарым күнделікті келіп, өздеріне ұнаған кітаптарын оқуға алып тұрады. Биыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толуына орай жасалған кітап көрмесі. Көрмеде Ахмет Байтұрсынұлының бірнеше кітаптары және 40 мысалының бірі Аққу Шортан Хам Шаян мысалына жасалған жаднамасы бар. Биыл 2022 жыл балалар жылына орай «Даналықтың бәрі кітапта» атты кітап көрмесі жасалған. Кітапханада тек кітап көрмелерімен ғана шектелмейді. Онда көптеген іс-шаралар ұйымдастырылады. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай елімнің бақытын тербеткен тәуелсіздік атты қойылымға қош келдіңіздер. Ата, тәуелсіздік қалай келгені туралы айтып беріңізші. Шырақтарым, тәуелсіздік туралы айтылатын болса, бұл тәуелсіздік. Қазақтың балаларының оқуға келгенін көргенде, өзімнің сонау кезінде торғайда оқыған есіме түседі. Қарапайым қазақ балаларын оқыса алмайсыз. Бір-екі балаға бола өзіңізге зиян келтіріп алмайсыз ба? Бүкіл қазақтың баласын оқытуға болмайды, білем. Бірақ бүкіл қазақтың баласы қайтсе де оқу керек. Өзеннің ағысы қатты болатын, содан маймыл Өзеннен қалай өтеміз деп уайымдайды. Уайымдама, кел арқама мін. Өзеннен сені мен алып өтемін. Мен күштімін ғой. Кітапхана Ақшығанақ ауылдық әкімшілік ғимаратында орналасқан. 65-75 шаршы метрді қамтиды. Кітап қорында 18.068 дана кітап бар. Оның 12.792-сі мемлекеттік тілде. Менің мақсатым жастарды кітап оқу мәдениетіне тәрбиелеуге, олардың әдеби шығармаларға деген қызығушылығын арттыру. Мен кітапханашы болғаным үшін осыншама қазына байлықтың ортасында қызмет жасағаныма мақтанамын. Және кітапты көп оқитын оқырмандарымның көбейіп келе жатқанына қуанамын. Балалармен жұмыс, олардың қойған сұрақтары, білуге, үйретуге деген талпыныстары мені шабыттандырады.